Оңтүстік Кореяның жетекші клиникаларының дәрігерлері жезқазған медициналық орталығына барды. Корея физиотерапевтер қауымдастығының мамандары, Қазақмыс корпорациясы, халықаралық инновациялық өнеркәсіптік консорциум және Severance KZ халықаралық медициналық қор ұйымдастырған еріктілер бағдарламасы аясында 500-ге жуық пациентті қабылдады. Ұйымдастырушылардың сөзінше, бұл Корея дәрігерлерінің Қазақстанға екінші сапары. Толығырақ келесі бейнесюжетте. Қазақстанға табан тіреген 11 маман Оңтүстік Кореядағы үздік клиникалардың ерікті дәрігері. Арасында Daejeon University мен Makpo National University'дің аққалаттылары да бар. Олар 7 күн бойы жезқазған медициналық орталығында науқас қабылдады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, Корея реабилитологтарының өздері Қазақстанға баруға ниет білдіріп, еңбек демалысын алып келген. 3 врача у нас нейрореабилитолог. Біздің 3 дәрігеріміз нейрореабилитолог. Олар инсульт, инфаркт алған нейрқостарды оңалту жағдайын жақсартуға көмектеседі. Жол көлік оқиғасына тап болғандарды емдейтін травматологтар да бар. Ең маңыздысы мұндағы 3 маман балалар дәрігері. Қазір олар ДЦП балалармен жұмыс істеп жатыр. Сондай-ақ осы медициналық орталықтың сұранысымен кардиореабилитолог та келді. Дәрігерлердің қабылдауына Жезқазған мен Сәтпаев қалаларының тұрғындары, сондай-ақ Жезқазған медициналық орталығының науқастары да келді. Қазақмыс корпорациясының жергілікті өндірісінде жұмыс істейтін қызметкерлер де бар. Жалпы түрлі диагнозбен 500-ге жуық адам шетелдік дәрігерлердің көмегін алды. Олардың 125-і бала. Сонымен қатар Корея мамандары медициналық орталықтың дәрігерлеріне дәрістер мен практикалық сабақтар өткізді. Мы совмещаем и учебный процесс. Біз оқу процесінде біріктіріп жатырмыз. Күн сайын аурухана қызметкерлеріне 1 сағат бойы дәрістер өткіземіз. Әр күн сайын түрлі бағыттар бойынша жүреді. Мысалы, бүгін кардиологиялық оңалту бойынша дәріс болды. Біз Жезқазған тұрғындарына, Қазақмыс қызметкерлеріне және медициналық орталық қызметкерлеріне көмектесуге тырысып жатырмыз. Бұл Корея дәрігерлерінің екінші сапары. Халықаралық инновациялық өнеркәсіптік консорциум мен Қазақмыс корпорациясы арасындағы ынтымақтастық туралы келісім аясында жергілікті қоғамдастықты дамытуға және қолдауға бірлескен бағдарламалар көзделген. Бұдан басқа келесі жылы Ұлытау мен Шығыс Қазақстан облыстарында іс-шаралар жоспарланған. Адлыржан Бердібеков, Динара Жолманқызы, Атамекен бизнес.